видео. Видео ма не? Так, сейчас мы отправляемся в Алаколь. Первая остановка у нас будет в Компасе, на Копчегайской трассе, кто не знает. Она будет примерно 20 минут, 20-25. Попрошу всех быть по пунктам. Третья остановка будет уже в Учарале. Третья остановка в Учарале, и после нее мы сразу Алакөлге жолға тарттық. Алакөлге жолға тартып баратырмыз. Вторая, третья примерно. Немножко Семьямызбен. Мына жерде Аян отыр міне. Мына жақта жолдасым, қызым отыр. Алакөлге турмен бара жатырмыз. Бізге ақ жол. Мына жаққа келіп тоқтадық қазір. Осы жерден газ KFC аламыз. 20 минут берді. 20 минуттың ішінде үлгеріміз келді. Туалетке барып, тамақ ішіп деген сияқты. Морожка. Вы же мне обещали купить мороженое, когда я вам... Інжу мені не үшін... Біз мұнда KFC күтіп тұрмыз. Не пожрать 10 минут. Вообще отстой. Түнгі сағат 12. Осы жерге келдік қазір. Получается, екінші остановка. Надо кофе попить и всех сидеть и посидеть. Петь. Мына жерде бірақ туалет. Осы жерде тұрмыз енді. Я начал вообще блогер такой. Тут вообще, блин, чем-то пахнет непонятно. Вот такие домики. Осындай домиктар жақта. Мына жерде ең соңында тұр ғой. Сол домиктамыз. Төртеуміз. Мынау асханасы. Біз жаңа 7-ге таман түстік. Енді завтрак ішуге бара жатырмыз қазір. Столовыйдың іші осындай. Қазір біз завтрак ішеміз. Завтрак. Таңғасымызды қазір әкеп береді. Осындай каша береді. Балаларға кішкентай тарелкаға сап береді. Вот так вот. Мынандай выпечкасы бар. Пирожки мұны. Пирожкимен бірге береді. Кашасы, чайы. Чайдың түр жаман болып кетті. Короче, вот так. Үйбай, мына чайны өкіп өткен мұсың? Жаңбырда турды алып қойғасын, сенен лазарат болмағасын келдік. Бергел, ары бармаңда. Бергел, бер өтінде. Су жылы. Жап-жылы екен су. Барлығы шомылып жатыр. Мен әлі түспедім. Жаңа аяғыммен кешіп көрдім. Су жылы болып тұр.
Еще жаңбыр. Что-то выживет, да? Принцип. Біздің Да, мен. түскі тамағымыз. Мынандай. Түрлерін қараңдар, ұйықтап тұрды. Ужин ішуге баратырмыз қазір. Судан шықтық, су керемет, уже загар алдық, қап-қара қып. Күшті болды. Кстати, наш ужин, запеченная курица с гречкой. И там чай можно, водичку можно налить себе. И очереди прям өте дәмді жасайды тамақтарын, дәмді екен. Мына жерде музыканың дауысын алып тастадым, өйткенде менде лицензия жоқ болған соң маған жалып түседі ютубтан. Жалпы дискотекаға кешкі сағат 8-дерде апарады, өздері апарып, өздері алып келеді. Көбінесе жастар жүреді. Егер жас бойдақтар болса барған дұрыс деп ойлаймын. Үлкен кісілер де жүрді, бұл үлкен кісілер де жүрді. Енді білмеймін енді. Маған жалпы ұнамады дискотекасы. Енді жастар жүрген соң жастарға қызықты деп ойлаймын дискотека. Енді бойдақтарға біз енді автобус апарған соң ол определенный бір уақыт, түнгі 1-де ма тек сондай уақытта ғана апарадық үйге. Сондықтан біз такси жалдап қайтып кеттік. Көбісі балалармен барып алған, у-шу болды. Погода шикарный болып тұр бүгін. Күшті болып тұр. Таңғы сағат қазір 6:40. Біз таңғы 4-5-те тұрамыз деп тұра алмадық. Ұйқымызды қимадық. Қазір жаңа 6-та тұрып, енді көлге баратымыз. Таңертең көл тұп-тұнық дейді. Действительно, қазір ешкім жоқ көшеде. Біз ғана, может, көбісі 4-5-те барған шығар. Сондай. Көл деген тұп-тұнық. Лыптыр.
Таңғы ас ішуге бара жатырмыз. Қазір. Через завтрак овсяная каша бізде. Рум-тур жасап жіберейін. Мына жақта біздің киімдеріміз. Мына жерде бір комната. Осы бір комнатаның ішінде 4 төсек орналасқан. Іші таза, бізге ұнады. Мына жерде мынада вешалкасы бар. Санузел мына жақта. Душы. Мынандай сушилкасы бар әр ненің, әр жердің. Қасында скамейкасы бар. Талисман деген жер. Бағанан бері жаттық біз. Жаңбыр жауды, бұяқта аяқ астынан жаңбыр жауып кеткен. Қызыл екен погода. Жаңбыр жауды. Қазір 14 градус жылы. Салқын екен жалпы. Ну, не ощущается салқын екен. Қазір обед ішуге бара жатырмыз біз. Түскі ас ішеміз да. Шомылуға барамыз. Сол. Мына жерде Аян деген жігіт ойнап жүр. Қайтуға дайындалып жатырмыз. Бетім уже загоралыпты. Қазір кешкі ас ішіп қайтамыз. Біз қайтып жатырмыз енді. Алла жол амандығын берсін. Жалпы бізге аз болды. Бір күн целый день, потом енді қазір 6-да қайтып жатырмыз ғой. Жеткіліксіз. 2-3 күн полный день болса, жақсы демалып қайтатын болар едік. Сол.